Маша мен Аю мультфильмі балалар көретін жазықсыз мультикқа ұқсайды. Бірақ осындай балалар көретін мультиктердің арасында да қорқынышты теориялар толып жатыр. Бұл теорияларды мен крипаста фанаттарынан алған теорияларым. Сол үшін видеоның соңына дейін көр. Қорқынышты болады. 1986 жылдары Чернобыль апаты болады. Сол кезде барлық адам көшіп, қашып жатады. Бірақ бір отбасы ормандағы саяжайларында қалып қояды. Олардың кішкентай қызы Маша бүкіл ел босап жатқанда, олар жағдайдың қауіпті екенін білмеген. Сосын арада бірнеше күн өткен соң бүкіл отбасы уланған және қайтыс болған. Тек бір ғана адам тірі қалды. Кішкентай қыз Маша. Ол көмек іздеп орманға қарай қашып кетеді. Аштық, суық, қорқыныш. Бірақ Маша өлмейді. Оның денесі радиоактивті сәулелерден кейін ерекше өзгеріске ұшырайды. Ол ауырмайды, өте жылдам қимылдайды, еш нәрседен қорықпайды, тек күліп, ойнап жүреді. Бірақ балалық санасы радиостанцияның салдарынан зақымдалады. Ол енді шынайылық пен қиялды ажырата алмайтын балақайға айналды. Орман ішінде ол Аюмен кездеседі. Аю бұрынғы цирктің жұлдызы болған, бірақ жарылыстан кейін ол мутацияға ұшырап, санасы адам сияқты болып кеткен. Сол сәттен бастап мультфильм басталады. Бірақ еске түсірші, неге Машаның ата-анасы жоқ? Неге ешқашан адамдар көрінбейді? Неге Машаның киімі ешқашан өзгермейді? Неге Аю цирк туралы фотолар қарап, ескі өміріне сағынышпен қарайды? Бұл жай ғана мультфильм емес. Бұл бір кездері болған трагедияның елесі. Аю қартайған маньяк. Ал Маша тұтқын. Маша орманда адасып кеткен кішкентай қыз. Ол жазда туыстарының ауылына барған. Бірақ бір күні ойнап жүріп орманға кіріп кетеді де қайтып шыға алмайды. Және қаншама күн өткен соң Маша аштықтан, қорқыныштан талып қалуға жақын тұрды. Осы кезде ол ағаш үйі бар бір шалмен, яғни Аюмен кездеседі. Бұл Аю шынында жалғыз басты психикалық ауытқуы бар ескі орманшы. Ол Машаны тауып алып өз үйіне әкеледі. Бірақ ол Машаны ұстап алып көмек берудің орнына оны орманда тұтқында ұстайды. балаға ұқсап сөйлейді, тамақ береді, ойыншық жасайды. Бірақ үйдің есіктері сырттан бекітілген. Машаның орманнан шығуына мүмкіндік жоқ. Ол не болып жатқанын толық түсінбейді. Себебі бала психикасы дым түсінбейді. Және де бала кезінен қауіптен қорғану үшін бәрін ертегіге айналдырып елестетеді. Осылайша Маша бәрін ойын ретінде қабылдай бастайды. Сол себепті ол бәрін былық қылады, барлығына араласады. Себебі бұл оның жалғыз қорғаныс механизмі. Ол өзін әлсіз сезінбеу үшін бәрін бақылауға тырысады. Ал Аю Машаның бүкіл еркіндігін жойған адам. Ол сыртта не болып жатқанын айтпайды. Машаны үнемі үйге қайтарады. Сол себепті ол жерде полицейский жоқ, ата-анасын іздемейді. Жол көрсететін ешкім көрінбейді. Тек жануарлар мен Аю. Маша елес, ал Аю жалғыздықтан есі ауысқан псих. Бұрын медведь циркта өмір сүрген. Көп көрермен, қуаныш, балалардың күлкісі, солардың бірі кішкентай Маша. Ол циркке жиі келетін, медведьтің ең үлкен жанкүйері болатын. Олар дос болды. Бірақ бір күні Маша мен отбасы қайғылы оқиға күтіп тұрады. Бұрын медведь циркта өмір сүрген. Көп көрермен, қуаныш, балалардың күлкісі, солардың бірі кішкентай Маша. Ол циркке жиі келетін, медведьтің ең үлкен жанкүйері болатын. Олар дос болды. Бірақ бір күні Маша мен отбасын қайғылы оқиға күтіп тұрады. Көлік апатынан кейін Маша көз жұмады. Аю бұл оқиғаны естігенде қатты соққы алады. Ол цирктен кетіп орманға жалғыз өмір сүруге кетеді. Жылдар өте бере ол жалғыздықтың кесірінен Машаның елесін көре бастайды. Оның елесін елестетіп бірге ойнап жүргендей болады. Маша оның санасында ғана өмір сүретін елес. Ол ешқашан өзгермейді. Кемеде сол қалыпты, мінезде және ешқашан үлкен болып өспейді. Аю өзімен өзі сөйлеседі. Машаға арнап ойындар ұйымдастырады. Тіпті басқа аңдар да Маша бар сияқты әрекет етеді. Бұл Аюдың елес соншалықты күшті болғандықтан айналасында сендіре бастайды. Немесе бәрі Аюдың елесі.